Саламатсыздармы, туған жолдастар. Бүгін сіздерді DID шығармашылық студиясының интерфейсімен таныстырғым келеді. Google'да іздеу жолағына жазасыздар, did.com деп жазсаңыздар, осы сайтқа түсесіздер. Бұл жерде міндетті түрде тіркелесіздер, авторизоваться деген басасыздар. Сол кезде сіздерге жеке кабинет ашылатын болады. Қазір біз мына тіркелгенмін мен. Қазір шығармашылық алаңында тұрмыз, жұмыс алаңы мынау. Алдында біз бір әріптесімізге жұмысына бір хабарландыру керек болған кезде жасағанбыз осы видеоны. Қайырлы күн ата-аналар мен педагогтер. Сіздерді 15 желтоқсан күні сағат 16:00-де Мінекей осындай бір видео хабарландыру жасадық. Жалпы бұл сайтта сіз тіркелгеннен кейін 20 жұмысты тегін жасай аласыз. Біз енді 3 мүмкіндігін пайдаландық. Егер де бұл сайтпен сіз әрі қарай жұмыс жасағыңыз келсе, ақылы түрде басқа да мүмкіндіктеріне қол жеткізе аласыз. Енді жаңа жұмысты жасау үшін мына жұмыс алаңында создать видео дегенді басамыз. Жұмыс алаңында қарасаңыздар, бұл жерде шаблондар тұр астында. Ер адам, әйел адам, немесе жасөспірімдердің мына жерде суреттерін таңдауға болады, өздерінің берген. Немесе мына жерде добавлять деген кнопка тұр. Осы жерде мен алдын ала сурет дайындап қойдым. Енді жаңа жылдық фон болғаннан кейін мен бұған қазір құттықтау сөз сияқты келтіргім келіп тұр. Енді мына жерге мінекей, мына жерге жазуымызға болады. Бұлар құрметті достар, сіздерді осыны дайындап болғаннан кейін мына жерде Қазақстан болу керек. Так, кеттік. Енді бұл жерде дауысты таңдаймыз ғой. Дәулет Айгүл деген ер бала болғасын, Дәулеттің дауысын таңдай берейік. Негізі бұл жерде озвучка жасауға болады, өзіңіз мына жерде кәдімгідей дауысын шығарып, солай. Көрейік. Құрметті достар, сіздерді жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге келіп. Мына жерде қате. Ал енді тыңдап көрейік қайтадан. Осылай. Құрметті достар, сіздерді жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Осы жерде негізі мына жерлерде дауыс енді қоямыз ғой, текстер қойған кезде әрбір тыныс белгілерінен кейін бір пробел жасап солай қою керек. Енді осыны создать видео деп көрейікші. Қазір бізде генерация жүріп жатыр, көрейік қалай шығатынын. Мінекей дайын болды дейді видео, көрейік басып. Құрметті достар, сіздерді жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге жаңа жылда жағымды жаңалықтармен толағай табыс тілеймін. Осындай видео шықты. Мына жерде қарасаңыздар, DID деген вводимый знак шығып тұр. Бұл пробный версиялары. Егер де осы сайт ұнайтын болса, өздеріңіз ақылы түрде қосылып алсаңыздар болады. Ақылы түрде бұдан да басқа мүмкіндіктерге қол жеткізе аласыздар. Егер ұнаса, скачатты басып аламыз бұлай. Қазір Алиханға жіберіп көрейін. Енді сіздер де жасап көріңіздер.